Бұл кеңестік және қазақстандық суретші. Қазақстан КСРО суретшілер одағының мүшесі Ольга Кужеленконың туындысы. Суретші КСРО халық әртісі, актриса Шолпан Жандарбекованың бейнесін айнытпай салыпты. 1970 жылы майлы бояумен кенепке жазылып, шамамен музейге 1980 жылы тапсырылған. Грим бөлмесінде отырған актрисаның көзінде тазалық бар. Айналасындағы реквизиттік бұйымдар, сахналық киімдер театр әлемінің ғажап әрі жұмбақ сырын көпке көркем жеткізіп тұр. Қойдуманның туын көрсең, ағиықта яқан келсе қыз-боз бола қасында, әке барын, шеше барын кетпеушімен ұмытып, ақтықтың сол қуанған. Жалаң портреттің өзі бүтін бір спектакльдің болмысын көрсетеді. Портретте актрисаның тағдыры болмысына біткен таланты мен сұлулығы ұштасып жатыр. Шолпан Жандарбекова Мұхтар Әуезовтің еңлік кебегінде еңлікті, Қара қыпшақ Қобландыда Қортқаны, Абай трагедиясында Тоғжанды, Айман Шолпанда Шолпанды, Ғабит Мүсірепов пьесалар қойылымында Ақтоқты мен Баянды, Шахмет Құсайыновтың Алдар көсесінде Қарашашты, қилы-қилы тағдырларында Рәуәш сынды әйел бейнелерін сомдаған. Осы соңғы кезде екеуміздің көзқарасымыз кейбір мәселелерде қайшы келіп жүрген жоқ па? Мүмкін. Сонда саған менің қайғылығым жақпайды. Образдардың ішкі иірімдері мен көңіл-күй толғаныстарын нәзік те терең аша білген актриса. Шолпан Жандарбекова көрерменнің көз алдында осы портретте бейнеленген ғажап болмысымен сақталып қалды. Көненің көзін қастерлеген ұлт перзентінің бағашық болашағы жарқын болмақ. Жәдігерлерімізді бағалайық.